Ассалаумағалейкум. Бұл видеода қыры деген гильдияның баласы бар еді. Зулхандер деген ба, уровень 73 ба, сондай. Қысқасы маған айтты да андай. Давай ультиматум ойнаймыз деді. MP Deagle Ravage істеңі шексіз деп айтты. Ашып бердім манаған. Ұтылған адам 100 алмас салып береді деді. Болт деді манаған. Одан комната аштым. Осымен ойнап атырсын екен. Басына дың ғой деп. Егер де ультиматум комната ойнайтындар болса, комментарий жазып кетің, бірге ойнаймыз. Ендігіде тағы бір басқа ютуберлерді шақырып көрем SNS-ке ультиматум ойнауға. Главное, Қыра Асқат, солар Қыр Мадияр, Қыра Азамат дегенге ашып көру керек болып тұр. Яман сөйлем сөйлейтін бала екен бірақ. Так, осымен өзін стенкімен ұрап алды өзін. Шыға қоймайды қор видеомен бүлдіріп жатыр. Осы жерде басына дін ғой. Қысқасы өзімді қарақалпақ ютуберлердің ішінде ультиматум королы деп атайын ба. Негізінде осы видео сухой кететін жер еді. Просто анау қазір көресің ба келген кезде. Ана аккаунт дерс екен бірақ бар ғой. Уровень 73. Агдарагон фукул екен анада. Және бір-екі эволюция бар, ол 6. Бірақ соған лайық ойналмайды ғой. Бізде жүріп істеуге ботский аккаунтпен бар ғой. Біздер ботский аккаунтпен жүріппіз мынау. Тағы да өзін орап алды мынау. Яман соқтау бірақ не? Осы ойнамастан бұрын. Өзін орап алды. Осы жерде не қылған түсінбедім бірақ. Негізінде мен өлтіре жақтым. Отырып тұрып мен қасам барамын да, қимылдаған кезде мен басыма дробашпен хедшотын бере жатып, одан күлетін эмоция қалатын еді. Осыдан қимылдап тұрппын мен. Так бастаңда. Да маған вообще мынерде UMP-ям, дробашам керек емес қой. Deagle'дың өзі жетеді маған тұлға. Комментария жазып кетің, енді қайсы ютубермен осындай ультиматум SNS ойнауымыз. Әлбетте ойнаймын ол адаммен. Сосын менің каналыма подписаться, лайк басып қолдап тұрыңдар. Осы жер ғой мінекей аңғара, маған неме атып атыр деп ойлайсыз, маған акіме атып атыр, еще эволюция уровень 7 анада. Бұл жерде өзімді орауға мәжбүр болдым енді. Ашам ғой бірақ. Оны анау мұз ақтырып жатыр ғой. Неме ботқа ұқсап. Растан бот қой бірақ. Атқанын қарашы. MP40 пен еще қараса. Бля. Диктофонға жазып алайын деп едім, вообще ананың дауысы түспеді вообще не екен. Ананың айтқанларын естіре қояйын деп едім ғой сіздерге. Қысқасы сорная қыры бот келеді дескінде қалады ғой. Мүмкін болды ма екен. Победа. Енді қайсы ютубермен атысуымды комментарий жазып кетің. Подписаться басын ұмытпаң.